Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қамыры жұмсақ болып шығатын супер пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге 1,5 қасық дрожж салып, 1 чайный ложка қант салып, бетін жауып 5 минутқа қоя тұрамыз. Біздің сүтіміз осылай ашып көтеріледі. Енді оған 1 қасық тұз және ұнымызды қосып, қамыр илейміз. 3 ас қасық сұйық май құйып, жұмсақ қамырымызды илейміз. Минутқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз, тез көтеріледі. Енді салмамызды дайындаймыз. Ірімшігімізді видеода көрсетілгендей блендерден өткізіп аламыз. Үкіштен өткізгеннен гөрі блендерден өткізген өте жақсы болып шығады пиццаға. Соусына менде өзім дайындаған томат пен майонез, дүкеннің томаты мен майонезді араластырсаңыз да, немесе кетчуп пен майонезді араластырсаңыз да болады. Қамырымызды 2-ге бөліп, бірін дөңгелек етіп жайып, салмамызды салып, пиццамызды видеодағыдай дайындаймыз. Мен сияқты фольгаға немесе табаңыздың өзіне, немесе пергаментіне қағаз төсеңіздер болады. 2 қолдың көмегімен шетіне осындай бортик жасадым. Жасамай қойсаңыздар болады, пиццаға негізі бортикпен әдемі болып көрінеді. Достар, біздің пиццамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.